Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Басты рөлде Макс деген жігіт, ол психологқа келіп өз шағымын айтады. Оның айтуынша оған қараған әрбір адам өліп кетеді. Макс туған кезінде жүзіне қараған барлық дәрігерлер ғашық болып, артынша қайтыс болған. Осы жағдайдан соң шалғай жердегі ауылға көшіп кеткен және де бетін күнделікті таңып жүретін көрінеді. Психолог прикол ұстап отырған болар деп балаға сенбей бинтті шешуді сұрайды. Әрине сол моментте ол кісі де қайтыс болады. Полиция қызметкері келіп не болғанын түсінбейді. Олар бала жүрген жердің бәрінде адамдар биліксіз қайтыс болады дейді. Макс жерде жатқан кірпішті алып, өзімен бірге үйіне алып кетеді. Ол досы Денге бетін кірпішпен ұруын сұрайды. Ден әрине ұруға қарсы болады. Сол кезде Макс оның телефонын шағып жібереді. Анасы Максты ауруханаға келеді. Жан-жақтағылар оған қараумен болады. Анасы оған журналды алып, бетіңді жауып отыр дейді. Сол кезде Алекс деген қыз журналымен бөліседі. Сөйтіп, екеуі сөйлесіп кетеді. Макс үнемі қызым жоқ деп айқай салатын, сондықтан досы оған кездесу ұйымдастырып береді. Бұл қыздың аты Эрика. Ол Максқа қызығушылық танытып отырған жоқ. Осы кезде қыздың бұрынғы жігіті келіп қалады. Ол әдемі түрімен адам өлтіргіш атанып кеткен. Бұл жігітті танып қояды. Макс байқамай өзінің суын төгіп алады, ал жігіт болса үстелді сүртуге көмектесіп жібереді. Әбден қорлық көрген жігіт Эрикадан келесі кездесу жайлы сұрайды, бірақ та қыз одан бас тартады. Өмірден түңіліп кеткен Макс өзіне қол жұмсамақ болып мостқа келеді. Сол кезде оның қасына ауруханада танысқан Алекс келеді. Қыз керемет сөздер айтып, жігіттің құлауына жол бермейді, және де егер сен секірер болсаң, мен де секіремін дейді. Если ты прыгнешь, то и я прыгну. Осылай екеуі қарттар үйіне келеді. Екеуі Эстер және де Розмари деген ханымдармен шай ішеді. Бұл жерден шыққан соң Алекс жігітті үйіне шығарып салады. Жігіт Алекске ертең тағы да кездесуді өтінеді, бірақ та қыз оған мәселе сенде емес деп қарсы болады. Макс Денге келіп қыз жайлы айтады. Ол қызды іздеп тауып қайта сөйлестейді. Макс қыздың мостта айтқан сөзін платокқа жазып тегеді. Таңертең қайтадан қызды кездестіріп қаламау деген оймен мостқа келеді. Сәлден соң Алекс келеді. Ол өзінің автобусына кешігіп қалған екен. Осыны пайдаланып Макс оған бірнеше уақыт серуендеп қайтайық дейді. Қыз әрине өз келісімін береді. Да. Идем, пока я не сказала нет. Ладно. Екеуі жұмсақ кәмпиттермен ваннасын толтырып тастайды. Макс өзінің адам өлтіріп қоярлықтай түрі бар екендігін айтады. Бірақ та оны Алекс біледі. Ол да өзінің ауруы бар екендігін айтады. Сөйтсе қыздың жүрегі үлкейіп келеді екен. Егер ол эмоция сезінетін болса, оның жүрегі үлкейіп тіпті соқпай қалуы да мүмкін. Барлығын қадағалау үшін күндіз-түні бір құрылғы тағып жүру керек, және де уақытылы дәрісін ішпесе болмайды. Екеуі бөтелкеге ішімдік құйып алып кино көруге келеді. Алекс, сен менің бірінші досымсың деп айтады. Эмоция болмас үшін кішкентай кезінен ол адамдардан алшақ болған екен. Бұл жерден шыққасын олар Макстың үйіне барады. Қыз оның көзілдірігін шешіп көзіне қарайды. Осы уақытта Макстың ата-анасы келіп қалады. Олар үйде қыз жүргенін көріп қатты таңғалады, және де Юшен деген студент қызбен таныстырады. Ол білім алмасу үшін Қытайдан келген қыз екен. Бұл қыз вообще комедия. Қазір көресіңдер. Келесі күні олар кешкі ас ішіп отырғанда Юшенмен сөйлеспек болады, бірақ та ол пиццаға заказ беріп бөлмесіне кетіп қалады. Анасы Максқа студент қызға қаланы көрсетіп қайтшы дейді. Келесі күні достары қыдыруға шығады, және де өздерімен бірге Юшенді де алып кетеді. Бірақ ол жерге келген кезде Юшен машинадан шығып өз бетімен кетіп қалады. Жүріп келе жатып, Алекс қолын жарақаттап алады. Ал Макс болса бинтінің бір бөлігін алып, жарасын таңып береді. Олардың арасында сезім пайда бола бастайды. Соның кесірінен Алекстің құрылғысы қызыл түсті көрсетеді. Бұл оның жүрегінің үлкейіп бара жатқандығын білдіреді. Кешкісін Алекс, сенің адам өлтіретіндей әдемі түріңді көргім келеді дейді. Сол кезде Макс қыздың көзін жауып, бетін ұстауға рұқсат береді. Ғашық болған қыз жігіттің бетін сүйіп алады. Осы кезде оның құрылғысы тағы да қызыл түс болып кетеді. Үйіне келген соң Макс пен Ден бұраған елкаларды шығарып тастайды. Ал Юшен болса байқамай оны өртеп жібереді. Дым болмағандай просто кетіп қалады. Үй өртеніп кетпесін деп елканы тартқан кезде Ден қолын жарақаттап алады. Сондықтан олар ауруханаға келеді. Осы жақта олар Алексті кездестіреді, бірақ та ол анасының көзінше оларды жақын танымайтындай қалып танытады. Келесі күні екеуі кездескен кезде Алекс бәрін түсіндіріп береді. Оның айтуынша, анасы оның достары болмаған қалайды. Себебі қыз эмоцияға ерік беретін болса, оның жүрегі үлкейіп кететінін біледі.
Қарттар үйіне қайта барғанында Розмари қатты ауырып жатыр екен. Олар оның қасына кіргенде қатты эмоция сезінген Алекстің мұрны қанап кетеді. Ол апа қатты қиналып жатыр екен. Макс оның қасына келгенде Алекс одан түріңді апаға көрсетіп, қинамай ана өмірге жіберші дейді. Макс басында қарсы болғанымен, бұл істің дұрыс екенін біліп апаға түрін көрсетеді. Розмари бақытты күймен ана өмірге кетеді. Кешкісін Макс ата-анасымен шай ішіп отырады. Осы кезде Юшен үйге келеді. Юшен, привет. Как в школе? Мамасы баласынан Алекс екеуінің ара қатынастарын қалай дейді. Қыз оның SMS-теріне жауап бермегендіктен оның көңіл күйі жоқ екен. Осы уақытта ол өз-өзімен жынданып тұрып кетіп қалады. Ден екеуі түскі ас ішіп отырғанда, досы оған Алексті би кешіне шақырсаңшы дейді. Ол оның телефонын алып қызға SMS жазып жібереді. Басында Алекс жауап жазып жатып, сосын тоқтай салады. Сондықтан есі шыққан жігіт қыздың үйіне қарай бет алады. Есігін ашқанда оның құрылғысы қызыл түсті көрсетіп тұрғанын байқайды. Оның үйіне кіріп, барынша жұбатуға тырысады. Қыз дәрісінің дозасын үлкейтіп, енді солай ішемін дейді. Сосын ол жігіттің шақыруын қабылдап, би кешіне баратынын айтады. Макс киініп алып, бинтті тағуды ұмытып кетеді. Осылай байқамай қызды өлтіріп ала жаздайды. Олар би кешіне келіп, билей бастайды. Бір кезде вальс билейтін музыка қойылады. Сәл кідіріп, Макс қызды биге шақырады. Алекс онымен келісіп, екеуі билей кетеді. Бір кезде сезімге ерік берген қыздың жүрегі қатты ауырады. Сөйтіп ол дәретханаға барамын деп кетіп қалады. Жігіт кідірместен оның артынан түседі. Бұл уақытта Дэн қызымен жүрген еді. Осы уақытта Крейг келіп, Максты танып қояды. Қызық ретінде оның маскасын шешіп, Дэннің қызына түрін көрсеткізеді. Қыз кідірместен мерт болады. Максты полиция қызметкерлері, ал Алексті ауруханаға алып кетеді. Сәл уақыттан кейін жігіттің кінәсін дәлелдей алмай, оны босатып жібереді. Макс шыға сала Алексттің қасына келеді. Осы кезде ол барлық шындықты біледі. Сөйтсе қыздың ауруына ешқандай ем жоқ екен. Ол ешқашанда дәрі қабылдамаған. Тек Максты жоғалтып алмас үшін оған өтірік айтқанын айтады. Кішкентай кезінде дәрігерлер оған 16 жасқа жетпей қайтыс боласың деген, ал оның жасы қазір 17-де. Қаншама уақыт эмоциядан қашса да, оның жағдайы ешқашан жақсарған емес. Ендігі сол жігітті тапқан кезде оның жағдайы нашарлап кеткеніне қынжылады. Әрине, жігітке де оңай емес. Ол да өмір бойы қаншама адамның байқамай өлуіне себепкер болды. Ендігі өзін сүйген жалғыз қызды тапқанында оған жақындауға болмайтынын және оның жақын арада өліп кететінін біліп жүрегі ауырады. Қыз осы уақытта сенің түріңді көргім келеді дейді. Осылай мені ауырып өлуден құтқаршы деп айтады. Макс өзінің жалғыз жақсы көрген адамын өз қолымен өлтіргендей болатынын біліп ашуланып кетіп қалады. Макс үйіне келіп кірпішті қолына алып өзін әбден соғады. Оны ата-анасы келіп жұбатады. Алекс күнде Максқа қоңырау шалады, бірақ та ол оған жауап бермейді. Дэннің қызының басына келіп екеуі сөйлесіп тұрады. Дэн оған Алексттің қасына бар дейді. Онымен қоштаса алмай қалсаң, өмір бойына өкінесің деп айтады. Сөйтіп ол Алекске келіп өзінің тіккен платоктарын қабырғаға іліп қояды. Сонан соң Алексттің қасына жатып бетіндегі бинтті шешеді. Бірақ Алекс оның түріне қарағанымен оған ештеңе де болмайды. Сәлден соң қыздың жүрегі ауырсынады. Кішкене тынышталған соң жатып ұйықтайды. Макс жақын жердегі үстелге жатып, ол да демалады. Уақыт өте қыз қайтыс болады. Осылай Макс оның жерлеуіне келіп, онымен қоштасады. Күнделікті Максқа көптеген хаттар келеді. Қатты ауырып жатқан адамдарға барып, олардың қиналмаулары үшін түрін көрсетіп, көмектесіп отырады. Алекс оның түрін көргеннен неге өлмеді десең, Алекс оның түріне емес, жан дүниесіне ғашық болған. Оның жақындарына Макстың түрін көргеннен ештеңе де болмайды екен. Сондықтан ол енді үйінде бинтсіз өмір сүруге тырысатын болады. Осымен киноның соңы. Кино ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпа досым.